Әкемнің туған күні бүгін. Айтамын саған әке, ең жақсы тілегімді шыным. Әкемнің туған күні бүгін. Бақытқа толсын әке, шаттыққа толсын әрбір күнің. Әкешім қарыздармыз сізге разы біз, әлі жас талай көктем көзден асыңыз. Ізіңмен келем әке, мен де өзіңнің, жүзіңнен нұры төгіліп жүзден асыңыз. Әкешім жүзден асыңыз. Әкемнің туған күні бүгін. Айтамын саған әке, ең жақсы тілегімді шыным. Әкемнің туған күні бүгін. Бақытқа толсын әке, шаттыққа толсын әрбір күнің. Ай, рахмет. Ақтоғайдың баласы, тобықтының ұрпағы шыққанда бір шапалақ соқпаймыз бағай. Ай, рахмет. Сөздің басы бісміллә, сіз іс қылма дейді. Тобықты атым Рамазан арындап ән салама дарымаған. Аспанның аясында ән шалқытқан бұлбұл мұндаусын көкте дамылдаған. Көмеге көк қабысын әнмен ашсам, төгіліп меруерт маржан сауылдаған. Тұлпармын топтан озған тосырқамын, қарсы төп қарсы үрім жоқ шабылмаған. Жорғамын жұрттан озған жортаранмын, майдамын майда желіс мамырлаған. Жұртымның аса топыр тойына кеп, ассаламуғалейкум деп амандассам, уағалейкум ассалам болсынша, шабалақтарыңыз замылдаған. Ассаламуғалейкум, уағалейкум ассалам, ассаламуғалейкум. Ай, рахмет. Ал, құрметті ағайын, қадірлі меймандар, бүгінде білезігі жоғалса да, бірлігі жоғалмаған Кенжехановтар әулетінде ұлан асыр той,
берекелі мерекелі қуаныш ардақтың ағайын. Бүгінде Сарыарқа даласына сүйіншілетіп, алысқа хат жіберіп, жақынға ат жіберіп, ағайын туысын басын біріктіріп, Қазақстанның түпкір-түпкірінен жаныма жақын деген туысқандардың басын біріктіріп, бүгін менің шаңырағымдағы шаттық, бүгін менің шаңырағымдағы қуаныш, бүгін менің туған күнім ойпылай, мына халқым неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім-ақ, Тәңірдің бір жарытпай қойғаны дейді. Аллаға шүкір, бүгінде Тәңір жарытып, қабырғасын бір талдап сөксең де қабақ шытпайтын қазақтың қайсар азаматы, бүгінде Қуат әкеміздің 60 жас мерейтойы құтты болсын деген ағайындар болса, көктен жауған жаңбырдай сатырлата бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ай, рахмет. Той құтты болсын, құрметті ағайын, қадірлі меймандар. Бүгін Аллаға шүкір менің әкемнің қуанышы деп, бүгін әкемнің қуанышы деп осындай дүбірлетіп той жасап жатқан балаларында бақыт жоқ шығар ағайын. Біз тамада болғансын тойда көп жүреміз ағайын. Шыны керек, сонда қарап отырсам, үйлену тойымен қыз ұзату тойды көп басқарады екенбіз. Сонда ішіміздің бір күйетіні әкеміз бен аналарымыз көп екенде балаларына той жасап беретін. Бірақ балалар аз екенде әкесі мен анасына той жасап беретін. Бірақ Аллаға шүкір, қуанышты бөліссең көбейеді дейді. Бақытқа белшесінен батып, әкемнің қуанышы деп шаттанып, ұлы мен қызы дүбірлетіп той жасады. Солардың да бір еңбегі зор шығар. Бір шапалақ соғайықшы ұл қыздарына ағайын. Құрметті ағайын, қадірлі меймандар, рұқсат болса, сіздердің алтындай уақыттарыңызды алмай, қолдарыңыздан келіп жатса, Қуат әкемнің шаңырағындағы шаттық деп, берекелі мерекелі қуанышқа мәз болып келген ағайындар болса, орындарыңыздан тұрып, шапалақты ұрып, бүгінгі 60 жастың иесін ортаға әкем мен анамды өзінің ұл қыздарымен асабаның алтын алаңына әлдеміреп алдырып алайын. Анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсірген едің, келемін ізіңді жалғап, саған қарап құлының өсіп келеді, әр сөзің мына маған қуат береді, таудан да биік болған алып әкешім, өзіңдей болғым. Рахмет. Қуаныш құтты болсын. Әке, ачо келін бала шығады да күйеу бала шықпайды. Сыйламай ма не? Бәсе, шықсаңыздаршы. Ортақ отбасы, Аллаға шүкір. Келген ағайынға шашайықшы, әже. 60-қа келмеген міне ағайынға шашайық. Ал, той құтты болсын, бір шапалақ соғайық. Ең үлкен сый жасаған мына сен едің, анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсіргенде жалғап, саған қарап құлының өсіп келеді, әр сөзің мына маған қуат береді. Рахмет. Әке, қуанышыңыз құтты болсын. Келген ағайын, Аллаға шүкір, барша ағайын сіздің шаңырағындағы той деп бармақтай бақыт тілеп келді. Ұл қыздарыңызға көп-көп рахмет. Осылай келіндеріңізге де күйеу балаларыңызға да рахмет, ешқайсысын бөліп жармаймыз. Аллаға шүкір, осы немерелеріңіздің, ұл қыздарыңыздың қызық қуанышына тоймай жүре беріңіз. Құдай бала бер, бала бергенсін сана бер, сана бермесең шетінен ала бер дейді ғой. Аллаға шүкір, осындай саналы ұрпақ тәрбиеледіңіздер, осы уақытқа дейін жеткіздіңіздер. Енді Аллаға шүкір, міне жай-жайлап жемісін көріп жатсыздар. Енді рұқсат болса, әке ана нағыз қуаныш сіздердікі. Рұқсат болса, бір ырымын жасап, бір айналып қайтыңыздар, халық шапалақ соқсын. Ал, Қуат әкеміздің 60 жас мерейтойы құтты болсын. Бір айналып келіңіздер. Бәрекелді. Шымкент жақтамын, Алатаудың басып жүрсің ақтарын, саған қарай ұшқым келіп есімде, әуежайдан жаяу қайтқан шақтарым, таусылмайды тағдырмен күресім, оны сен де менен жақсы білесің, саған ғана өлең жазу болып
Бәрекелді. Қуаныш құтты болсын, әке. Алла разы болсын. Әке, ана арта берсін әрқашан ырысыңыз, ұрпақтарға үлгі болсын, ұлысыңыз, немеренің әрқашан бақ жанып, Алла нәсіп қылса, шөбере немененің қолынан су ішуді нәсіп қылсын. Ұлыңызға да рахмет, той жасап жатқан, қызыңызға да рахмет. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер ғой, әкеге әрине қыз бала жақын келеді, жердің тайғақ болғанын мұздан көрдім, еттің ащы болғанын тұздан көрдім. Жас кезінде қыз бала деп менсінбеушем, қартайғанда қызықта қыздан көрдім дейді. Аллаға шүкір болса, қызыңыздың, ұлыңыздың қызық қуанышына тоймай жүре беріңіз. Енді әдемілеп естелікке бір суретке түсіп алыңыздар, содан кейін әдемілеп сіздерді жайғастырайық. Ұл қыздарыңыз, келіндеріңіз, күйеу балаларыңыз өздері жүгіреді. Қуаныш құтты болсын. Ай, рахмет. Мақалымен мен берген, сақалымен сән берген, алталашқа ақылшы бола білген ақсақалды аталар, асқар таудай әкелер, құшағын ашса жұмақ, көкірегі кәусар бұлақ болған, ет жүрегі ел жүреген, ақ жаулығы желбіреген, алтын құрсақ аналар. Елі ағасыз, тоны жағасы болмаған, ел ертеңін ойлаған, ағайын туыс, тойшыл қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Баршаларыңызға осындай қуаныш жұғысты қылсын ағайын. Бұйырса, ұл қыздарыңыз сіздердің қуаныштарыңыз болғанда осылай дүбірлетіп той жасауға нәсіп қылсын ағайын. Енді ортаға шығып жас болып сөйлеп жатсам, әрине айыпқа бұйырмаңыздар. Бірінші дастарханның басын бастап, бірінші тілектің басын бастап, томағасын сыпырып, шымылдырғын түріп беруге, өзендегі өлшеулі жаяғыстар, қарияға қарасам аяныш бар, намыстан ба жүре алмай қалса болар, сенің де кезің келер, таяқ ұстар дейді. Бір әулеттің ұйытқысы, бір әулеттің қазынасы болып отырған төрдегі әкелерім мен аналарыма ақ тілектің тізгінін берейін ағайын. Олай болса, әулеттің үлкендері Күлмәш анамыз, Әділмаш Роза, Нұрсалима әжеміз, Яхия, Мереке тәте, Майра анамыз, Марат, Рая, Ботай, Гулия, Жанат, Гүлназ, Салтанат, Төлтай, Клара, Тұрсын, Гүлжан, Берікжан, Жазира, Ерсін, Сымбат, Ғалым, Назима, Әсет, Әсел дейді. Дұрыс қой, келіңіздер, аттар аталған әулеттің үлкендерін қолдарыңыздан келіп жатса, асабаның алтын алаңына билете шақырамыз. Көгерікті дегенде көгерікті, қара жерге қар жауса қақ тұрмайды, бізде жігіт сіздерге таптырмайды. Ауылың сыртынан мәнге салсам, кемпірмен шалтыр жындап жақтырмайды. Ай жаным, асыл жаным, жатқан маржандай тілектеріңізді, баталарыңызды жаудыруға рұқсат. Бісміллә. Кімнен бастаймыз? Бүгін енді өзі мынау калауымның соңынан қалған жалғыз Қуатжаным өзі, басқасының шаруам жоқ. Осы Қуатжанымның 60-қа толғанына қуаныштымын, құлыншағым. Өзім үйде жүргенде октябрьде күн деген ып-ыстық жып-жылы кигіз үйде отырғанбызды. Елдің бәрі жайлауда отыр. Содан бір күні Күлмәш толғатып, шып-жыңдап жүгіріп жүр. Не істеймін, үйбай-ау дейді. Мамамда еш жоқ, ойбай-ау, әгі кемпірді шақырды, әне шақыр, мұнаны шақыр дейді. Сөйтіп жүргенде Қуатжаным топ етіп түскенде өзім көтеріп ағам, құлыншағым. Қуатжан туғаннан кейін Күлмәш деген төбеге шығарып жібердік. Төбемізде жүретін болды көлденең. Құдайға тәуба, содан Қуатжанымызды арқалап түгел бір қолда жүрген құлыншағым. Енді бүгін 60-қа толғанға қуаныштымын құлыным. Денің сау болсын, басың аман болсын, бала шағаңның қызығын көр, шаңырақтарың биік болсын, босаған берік болсын, тапқан табысың өздеріңе жұғысты болсын, немере шөберелеріңе түгел жұғысты болып, соларың өсіп өрбіп, шаңырақтарыңды көтере берсін. Туған туысың аман болсын. Исі Шабанбайдың ұрпақтарына түгел алғысым бар. Барлығына да бағыштайым, аруақтарға да бағыштайым.
Дендерің сау болсын, күллі туыс туған үрім бұтағымыз түгел аман болыңдар. Дендерің сау болсын, немере шөберелерің аман боп, барлығың да осындай қызықтарыңа келуге нәсіп етсін. Сөйткен октябрьдің 5 күні туғанда әлі есімде жүреді, төпетіп көтеріп алғанымыз, қолдан қолға бүйтіп кезек ұстаймыз, бүйтіп орап алып. Сөйткен Қуатжаным 60-қа келгенде мен Құдайға тәуба, Алланың берген жақсылығына рахмет, тәуба қыламын, мыңдан шүкір. Алла, Құдай енді осы бала шағамыз аман боп, қалған уақытқа өстіп, ылғи да тойлап жандарыңда жүруге нәсіп етсін. Құрметті тойға жиналған қауым, бүгін енді қадамдарыңыз гүл бітсін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мынау енді Қуатжан 60-қа келіп жатыр екен. 60 жасың Қуатжан құтты болсын, денің сау болсын. Бала шағаңның, немере шөбереңнің қызығын көріп жүре бер ортамызда, амандық болсын. Тағы да келесі жастарыңды көруге жасын. Жасамайым деп отырып әйтеуір, бала шағасы жиналып жасап жатыр. Балаларыма рақмет, ұлы қызыма жан жақтағы сәулеме де рақмет. Осының бәрін балалармен ақылдасып, ақыл қосып бәрі атқарып жатыр енді. Қарындастары, інілері бәрі жиналып ағайын туыс. Осындай той бола берсін, әмсе осындай тойда бас қосуға нәсіп етсін. Жасыңlar жас қосыла берсін Қуатжан енді. Семьяда бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, амандық болсын. Ал Қуатжан, мынау 60 жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Немеренің шапағатына бөлінеді, шөберенің қолынан су ішетін бол. Босағаңа жамандық келіп жетпесін, төріңнен жақсылық кетпесін. Өсіп өніп ұрпағың 4 құлаң толған ел болсын. Отбасыңда бірлік болсын. Алла берген өмірді жасай бер. Қызық қуанышқа жиналып отырмыз. Әмсе қызық қуаныш бола берсін. Қуатжан енді бүгін 60-қа толып жатыр. Сол 60 жасын жасап, Алланың берген жасын жасай бер. Әр қашанда қызық қуанышта ортамызда жүре бер. 60 жасың құтты болсын. Алланың берген жасын жасай бер. Сәуле екеуің бір жастықта қартайыңдар. Немере, шөбере сүй, балаларны ойнатудан шарша. Құрметті бүгінгі тойға жиналған қалайық. Бәріміз енді Қуатжанның 60 жас деп келіп атырмыз ғой. 60-қа бір 60-ты қоссаң, как раз болып тұрады осыған дейін. Бұл енді біздің енді артымыздан ерген, жаңа мына тәтеміз кішкене шатысып қалды енді. Жаста келіп атыр ғой. Күлмәш деп, шешесі деп. Бұл енді Кенжеханның кенжесі еді. Күлмәш мәз болып кетті, менше жатандым деп. Дұрыс жақсы, аман болсын енді. Бәрі аман болсын, ден сау болсын. Қуатжан осындай қызықпен қуанышта ойнап күліп ортамызда жүре бер. Бала шағаңның қызығын көр. Барлықтарыңызда аман болыңыздар, тойға келген қалайық. Амандықпен жолығайық. Қуатжан бажа, туған күн құтты болсын. Саған тілейтін денсаулық берсін. Қасында достарың көп болсын. Жұмыста табыс көп болсын. Жақсылық болсын. Қуаныш көп болсын. Мерейтой құтты болсын. Денің сау болсын. Осылай бала шағаның ортасында қызығын қызықтап 100 жаса. Сенің енді Сәукембарда 50 жасыңды бір тойлап едік. Мына Сәукеммен 60 жасың тойлай жатсың. Өстіп 100 жасыңды да тойлай берейік. Жақсылық болсын әрдайым. Тойға ұласа берсін. Достарыңның арасында жақсылықта жүре бер. Айтқаның кесін салтанат. Құрметті ағайын, туған туыстар бүгінгі міне жора жолдас Қуатжанымыз 60-ты алқымдап міне 60-қа да жетіп қалған міне байқамай қаппыз міне ойнап күліп жүріп. Сол енді біз Бегазы мен Қызыларай тауының Бегазыдан бастап Қызыларай Ақсораңның бауырайында өскен ұрпақпыз ғой біз. Шабекеңнің ұрпағы, Шабанбай бидің ұрпағымыз. Сондықтан Қуатжан бүгінгі жасап жатқан мынау мерей тойың құтты болсын. Жасыңа жас қосыла берсін. Аман бол, сау бол. Немере бар, шөбере көре бер. Сол балалар ауырмай, сырқамай, өсіп өніп, солардың қызықтарына тоймай, қуанышқа бөленіп жүре беріңдер. Сәуле екеуің бақытты өмір сүре беріңдер.
мынау еңбектерің жемісті болсын. Мынау енді мен жақсы келі Сейлептің көзін көргеннен кейін кішкене соның бір куплет тақпағын айтып кетпесем көңілім көншімейді менің. Шіркін менің қандай далам, жанарымды алмай қалам, сұлулықпен сырласқанда сусыныма қанбай қалам. Ей кең дала, туған жер өскен ел, сағында өзіңді бір балаң деп, мінекей біз туысқандар, ағайындар, жора жолдас, ауылдастар бір-бірімізді сағынысып, міне көріп кездесіп отырмыз. Бұл үлкен той. Осылай жақсылықта, қуанышта кездесе берейік. Қуатжан, той көп болсын. Оқ жаным күлайла, бүгінгідей күн қайда, өстіп ән салсам көңіліңе ұнайма. Айнсыбай, полисай, драйв-юр, бригадир, құтты келдің құрдастар, гүд-гү, супа-гүд деп қоя. Қалайық, туған туыс, құда жекжат, бүгін енді бәріміздің басымызды қосып, бір-бірімізді көріп жатырмыз. Соның куәгері біздің мен бауырым Қуатжан. Қуатжан 60-ға келіп жатыр, енді асқаралы 60 жасың құтты болсын. Сәуле екеуің балалардың қызығына тоймаңдар, немерелерің бар, енді шөбере көруге жассын, Алла нәсіп етсін. Енді 60-70 демейміз, Алланың берген жасын жасай бер. Тек жақсылық болсын, әр қайсыңыз, әр үйдің шаңырағында осындай қызық қуаныш бола берсін, жасың ұзақ болсын, бауырларым жасай берсін. Құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Қуатжан, мерейлі 60 жасың құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, дендеріңіз сау, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Бар тойдан тойға өсіп жете бер. Әкелер, аналар, болды ғой, я. Ал, енді әдемілеп суретке түсіп алыңыздар. Алла істеп жатқан істеріңізді берекелі кәсіп қылсын. Әрқашанда намазға асықтырсын, керемет тілегін арнап берген әке аналарыма Аллах тағалам 100 жасауды нәсіп қылсын. Ал, естелікке суретке түсіп алыңыздар. Әке ана елдері, қазақтың әжелері, қазақтың аналары қандай десе, ұялмай көрсететін осы аналарымызға абыралаған соқсақ болады шығар ағайын. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Рахмет. Алла разы болсын. Келіңіздер. Аналар, үйдің іші дейді ғой. Үйдің ішін Меккеменен мен үйдің айналдырып отырған әулеттің үлкендеріне рахмет. Дастарханның басына жайғасып алыңыздар. Көп-көп рахмет. Ризамын қартыма, жастарыма. Әнде тартылатын күйде, мұмбыралған биде баршаларыңыздың құрметтеріңізге болады. Енді рұқсат болса, қазақтың үлкен асы дайын болғанша, құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, менше сүй дейді ғой Хәкім абай. Керемет әнші болмаса да, өнердегі есіктің тұтқасын енді ұстап жүрген азаматты ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Батырға да, ақынға да, хакімге де тұғыр бола білген қасиетті өлке Қарқаралы шаһарының тұлмасы, менің өнердегі өмірдегі досым Еркін Нұржановтың өзін алдырмасақ та тойға Еркін Нұржановтай ағаларының ізін басып жүрген досжандарыңыз бір керемет ән шырқап берсін. Күлкісін балғын күндердің, ұйқысын мақпал түндердің, жұпарын жазғы гүлдердің, орыны толымас өкініш болып, әкетеріңді білгенді. Алтыным сен әлі де қимай жүрмін ау, себезгі нұрға шомылып жатқан күн мынау. Арылтып жатыр алтайғы қысқы қармыңынан, сонда да болса ермей жатыр бір қырау. Қинаса келіп сағыныш аттай қылбырау, құтқарар пірім өзіңе арнап жырғырау. Сезімім өрнек сетінеп кетсе бір жібі, қиын емес екен қайғыға қарай құлдырау. Ей алтыным сені әлі де қимай жүрмін ау, бағына ерте гүлектің, беймезгіл шақта жүдеттің. Жаным ау енді баласын қалып, қойнында емес түнектің. Алтыным сені әлі де қимай жүрмін ау,
себезгі нұрға шомылып жатқан күн мынау. Арылтып жатыр алтайғы қысқы қармыңынан, сонда да болса ермей жатыр бір қырау. Қинаса келіп сағыныш атай қылбырау, құтқарар бірім өзіңе арнап жырғырау. Сезімім өрнек сетінеп кетсе бір жібі, қиын емес екен қайғыға қарай қылдырау. Ей алтыным, сені әлі де қимай жүрмін ау. Алтыным, сені әлі де қимай жүрмін ау. Себезгі нұрға шомылып жатқан күн мынау. Арылтып жатыр алтайғы қысқы қармыңынан, сонда да болса ермей жатыр бір қырау. Қинаса келіп сағыныш атай қылбырау, құтқарар бірім өзіңе арнап жырғырау. Сезімім өрнек сетінеп кетсе бір жібі, қиын емес екен қайғыға қарай қылдырау. Ей алтыным, сені әлі де қимай жүрмін ау. Рахмет. Ай, рахмет. Ау, 2000 теңге беріп жатыр, бергел. Рахмет. Бағана бұл тойға келетқанда, машинамен келетқанда Құдайдан тілеп отқан, о Аллам, 2000 емес 5000 қып берсе екен деп. Кел. Ойна айтам, өнерін бағалап отыр, әзіл көге. Батыста, Болдаға білеміз ғой, Құдай. Рахмет сізге өнер бағалап отқаныңызға. Молодец. Құтты болсын. Расчеттан сақталамыз. Рахмет, Алла разы болсын. Қазақтың азаматын еңбегін бағалап жатқандарыңызға рахмет. Рахмет. Енді Қуат әкеміз сыйлап келген ағайындар, әрбір дастарханнан бір адам тұрайықшы. Қуат әкеміз сыйлап келген кісілер бар ма? О, мына жақтан бір адам, әрбір дастарханнан бір адам. Мына жақтан. Аха. Кім тұрады мына жақтан? Қуат әкеміз сыйлап келген. Мына жақтан кім тұрады? Орындарыңыздан тұрыңыздар. Әр жақсы ол бір адам орындарыңыздан. О, мына жақтан, мына кісілер кім негізі? Аха. Мына жақтан кім тұрады? Қуат әкемді сыйлап келгендерден кім? Қуат әкемді сыйлап келген бір адам орнынан тұрсын. Жай тұрасыздар. Мына жақ столға ма? Шығарамыз, білеміз ғой, ойындамасаңыздар. Құдай, бірінші той басқарып отқан жоқпыз ғой. Болды ма? Осы кісілер дайын тұрыңыздар, қазір ет турайсыздар. Рахмет. Енді рұқсат болса қайын, қазақтың дастарханын қай жағынан әрлеп сәндеп қойсаң да әрине қазақтың үлкен асына жетпейді. Баяғыда батырларымыз найзаға сүйеніп тұрып, жебеге тұшы қойған мұсылманның ұрпағымыз сіздерге бұйырған үстіне тұздығы құйылған қазақтың үлкен асын алдыруға рұқсат етіңіздер ағайын. Қазақтың ұлттық тағамы ет. Рахмет. Ал, құрметті ағайын, қадірлі меймандар, алдарыңызда қазақтың үлкен асы келді. Буын бір құратып әдемілеп алдырып алдық. Енді желкелеріңізді тұрып желпілдеп, төбелеріңізді тұрып төкшиіп сөйлесем, сіздер бәрімен тыңдамайсыздар. Сарыдай саусақтарыңызды сапыра-сапыра салып, сары табақтың түбінен сарқыт қалдырмай, үлкен астан дәмнен жақсылап алып алыңыздар. Сіздер үшін бір 5 минут үзіліс берейік. Астарыңыз дәмді болсын ағайын. Рахмет. Ал, құрметті ағайын, қадірлі меймандар, астарыңыз дәмді болсын. Үлкен ас келіп, сіздер жақсылап тамақтанып алған уақытта берекелеріңіз алып ортаға шығып, секіндетіп, билетіп,
әрбір дастарханнан ән сұрап берекелеріңізді алмай, бір тілектің тізгінін босатып алайықшы, құрметті ағайын. Асықпай саспай, алдарыңызға астан дәмнен алып отырыңыздар. Асықпайтын уақытта асығамыз, ақиқаттың несіне жасырамыз, таңда балабақшаға сығамыз, түсте алар ақшаға сығамыз, мүлде түссе тергеуге асығамыз, біреу өлсе жерлеуге асығамыз, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз, ағайын. Асықпай саспай алдарыңызға астан дәмнен қалаған сусындарыңыздан алып отырыңыздар. Енді рұқсат болса тағы да бір тілектің тізгінін босатып алайық. Ортаға құдалар қауымын шақырайын. Аттарыңыз атап, түстеріңіз түсеп, әдемілеп ортаға шақыратын болам. Бүгін қуаныш, Қуат әкемнің 60 жасы. Ортаға билеп, шаттанып көңілдірек шығайық. Құдалар Серік, Света, Шыңғыс, Гүлмира, Сайлау, Алтын, Мейрамгүл, Жанатбек, Ләззат және де қайынағалары, қайынапалары, бажалар мен балдыздары. Ербол, Гүлмира, Ержан, Бақытгүл, Мәулен, Гүлжамал, Азат, Гуля, Ғабдолла, Аманғайша, Мұрат, Гаухар, Марат, Самал, Ерлан, Махаббат, Еркін, Назгүл, Сержан, Қамажай, Жаслан, Айгерім, Бекзат, Қырмыза, Аблайхан, Анар, Ершат, Анар, Алмас, Арай, Баян. Ортаға билеп шықпасаңдар соям дейді. Ал кеттік, ал құдалар, қайынағалар, қайынапалар, бажалар мен балдыздар, ортаға биле. Кездестік біз сол кеште тойда, дедім бірден анамая, жүрмейді екен жүрекке айла, құда шағыз маладая. Билеп шықтым ортаға қарай, құда шаға құшақ жая. Ей қарындас, есімің қалай? Қара қая, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Ай, рахмет, келіңіз. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым, тойларыңыз той қыласын. Ал енді құда, Қуат, Сәуле құдағи, мына келіп жеткен 60 жылдарыңыз, жастарыңыз құтты қайырлы болсын. Жастан жасқа жете беріңіз. Алланың берген жасы мәнді сөәнді өткізуге жассын. Мынау бала шағаның қызығына тоймай, сізбен біз боп, ортақтасып осындай тойларды жүре берейік. Тек қана зор денсаулық, мол уақыт болсын. Қызықтан қызыққа жете беріңіз. Осы отырған әр шаңыраққа осындай той жұғысты болсын. Құрметті де қайырлы тойға жиналған қауым, құда-құдағилар, тойларыңыз құтты болсын. Қуат, Сәуле, мына жасап атқан тойларың құтты болсын. Қуат, мына мерей тойың 60-қа келіп жатырсың. Алланың берген жасын әрі қарай жасай бер. Саған зор денсаулық, мол бақыт, бала шағаңның қызығын көре бер. Бейбітшілік заман болсын, отан іргесі аман болсын. Бәріңізге осылай кең дастархан, қуанышты күндеріңіз көп болсын. Қайырлы olsun, өмірде бақытты болыңдар. Мен өзімен сөзге шешінен біз қысқарып айта салайын. Қақаны көтетті. Бақытты болыңдар өмірде. Иә, бүгінгі жиналған қауым, міне біз бүгін үлкен тойдың куәгері болып отырмыз. Біз енді Сәуле жағынан құдағи болып келеміз, құда болып келеміз. Енді бүгін Қуатжанның туған күніңіз ғой. Мерей жасыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Осы көрінген балалардың қызын қызықтап, аман-есен жүре беріңіз. Сәуле екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіңіздер. Сәулеге айтатынмын, күйеу баланы қашан таныстырасың деп. Сонда Сәуле айтатын маған, бір орай келгенде бәрінің басын қосып шақырам деп. Міне бүгін соған сәтке куә болып тұрмыз. Мына жақсы күнге кездесіп тұрмыз. Енді бажаңыз айтып жатыр, ауырып қал деп сырқаттанып. Алла қаласа 70 жасында болам деді. Мен айтам, соған жетіңіздер енді. Өзі де бір жасқа келіп тұр ғой енді. Сол кісінің жолын берсін, біздің жолымыз берсін. Немеренің қызығын көріңіздер. Осылай тойдан тойға жете берейік. Жете беріңіздер. Құрметті құда-құдағилар,
мына бүгін қуаттың мерейтойы құтты болсын. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Ең бірінші байлық денсаулық қой, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ал Сәуле, қуат мына мерейтойыңыз құтты болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Бағанағы берге айтылған тостардың бәрі қабыл болып, періштенің құлағына шалсын. Мынау 60-қа толған мерейтойыңызға шашуым ат астыңызға. Ат мінгізіп атыр, Қуат әкемнің астына. Көре алмайтындар, шапалақ соқ қойды. Рахмет. Ал, әрі қарай. Ал Сәуле, Қуат тойларыңыз құтты болсын. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Енді сіздің жездеміздің астына бір ат. Міне жүресіз. Өзім таныстырып жүрейін, мен дейтін Қуаттың бажасы болам, батыстың тумасы болам. Ана бажамен кездескенде бас қышайды дейді ғой. Бір екі ай бұрын осы отырып, екеуміз басымыз қышып, әңгімеден әңгіме шығып, маған не дейді? Ой, бажа, мен де қартайдым ғой дейді. Не болды? 60-қа толып отырмын ғой дейді. Бажа, қазақта мынандай сөз бар, анасы бар, адам ешқашан қартаймайды дейді. Мына бүгін анаға бір көңіл шапалақ ұрып қойайық. Бана жездем айтқандай 60-қа 60 қоса бер тағы да. Саған тілейтін менде қуаныш көп болсын. Мына Сәуле қайнапа, мына келіндерің, балдарың, қыздарың, күйеу балдарыңа рахмет, мынандай бүгін стол істеп жатқандарыңа. Не айтайын? Қуаныш көп болсын, айқай-шуларыңыз тек қана той болсын деймін. Бізден подарок, енді ат жоқ, доллар берейік, доллар, $100. Рахмет әге, әзіл ғой, мәселе дүниеде емес қой, мәселе сыйластықта. Рахмет. Ал көке бір ауыз. Ал енді құрметті қонақтар, қадірлі құдағилар, қадірменді ағайын жекжат туған туыс, аттан кейін сөйлеу қиын екен. Иә, арт жағында қалып тұрмын, аттың орнына сөз сөйлейін деп тұрмын енді. Ал енді құрметті ағайын жекжат туған туыс, мінекей 50 шағым, 60 шағым демекші, бүгінгі 60-қа толып, ұлықты ұл, қылықты қыз тәрбиелеп, ұлды қыстауға, қызды жайлауға қондырған, алтын шаңырақтың діңгегі болған, бүгінгі мінекей киелі шаңырақтың иесі, көке, құда, Сәуле, мінекей бүгінгі жасап жатқан ұлы тойларың құтты болсын. Тойларың той құласын. Енді бұл 60-қа жету деген оңай емес негізінде. Біз 60-тан асқаннан кейін неше түрліні көрдік қой оға дейін енді. Мынау 60 деген өзі бір тегін айтпаған қазақ. 60-тың да мынау 60-қа жеткенше мынау қыс бар, жаз бар, көктем бар деген сиқаты неше түрлі адам саттан өтеді екен негізінде. Ең жақсы уақыт 60 екен мінекей. Мынау қазақта айтады екен, адырайып 60 келеді. Қойныңнан қызулық төркініне қайтып келген кемпір қыздай қадірсіз қалге түсер шақтың басы дейді. Өткен өмірің ойға түсіп, көк орамалдылар көзден бұлбұл ұшып, қу тізеңді өзің құшып, омалып, омпаңнан отырып, омалып отыратының осы адалыңнан берген 60-тың арқасы дейді. Дегенмен де бұл 60, мынау уақыт өткеннен кейін, мынау тойға, қонаққа, қызыққа, қуанышқа келгенде, анау жас мас, мынаулар, аға, ақсақал, төрлетіңізді төрге отырғызғанда сақал мұрттан жұрдай, қу егіңді уқалап, уқылеп, іштей күрсініп отырады екенсің. Бұл 60-тан асқанда сыртыңнан қарағанда аңдып басқан аңшыға да ұқсамайсың, құмалақ салатын балшыға да ұқсамайсың, музейге тапсырған қамшыға да ұқсамайсың, сонымен армысың деп кеп ауру, саумысың деп кеп сырқау айналдыра бастайды дейді. Жүрегім, аяғым деп қыздардың атын жаттағандай, дене мүшелерінің атын жаттай бастайсың дейді. Дегенмен де бұл 60-та кішкене келін кепшік балашаға жоқ жерде топкаға барып, бір 50 грамды тартып жіберудің ешқандай кедергісі жоқ дейді. Иә, денсаулық үшін деп айтады екен енді. Енді 60-тың қызық қуанышы көп, өстіп қызықтап қуаныштап жүргенде ар жағында сақал желпілдеп 70-іңде кеп қалады дейді. Маңдайың қатпарланып,
мінезің сотқарланып, көзің ұйқысыз, өзің сүйкімсіз, ербейіп ерсі көрінесінде тұрасың дейді. Талай жерде таяқ жеген жаман кемпіріңнің өзі, ей деп қағып қалғанда қалбалақтап барып қалпақтай түсесің дейді. Міне содан бастап сенің атыңа қақпас, маубас, өліксе, жалмауыз тамаққа тоймайды деген арам адал бар, анықтауыш сөздер қоса бастайды дейді. Ендігі жерде келініңді көке деп, ұлыңды әке деп, бәйбішеңді әже деп әдеп сақтап күн кешесің. Егер өйте алмасың өз обалың өзіңе. Арық қойды мына біздің арайға өткізгендей басқа жерге өткізеді де жібереді. Все, бітті, Аллаху акбар. Оның ар жағында 80-нің 80 қыры сергелдеңі, топшы сынған 90-ның томпайып жатқанын айтпай ақ қояйын. Ал ендігі әр қарай осы мінекей 80 мен 90 жылды бүгінгі 90-нан асқан үлкен тамаша жылды осы көкеңе сыйлайық деп отырмыз. Тойымыз той қыласын. Бүгінгі мінекей үлкен тойымыздың куәгері болып отырған көке енді адамның бір қызығы бала деген дейді. Ұрпақ өсіріп, ұрпақ тәрбиелеп жатсың, сол немере шөберенің қызығын көріп, 100-ге жетіп, ар қарай тағды енді оны Алла біледі, енді под вопросом, ар қарай керуді адам шатасып қалады өзі, ар қарай өзі ешкім танымай қалады. Сол себептен немере шөберенің қызығын көріп, шөпшектің қызығына, соның орталарына шапқылап жүріп, ақсақалды ата болуыңа тілектеспін. Тойларыңыз құтты болсын, рахмет. Тамада бауырым, мен көп сөйлемеушім, аз сөйледі деп ренжіме, жарай ма? Рахмет, Алла разы болсын көкеміне. Алла разы болсын. Тілегіңіз қабыл болсын. Тілегіңіз қалай ұзақ болса, өміріңізде сондай ұзақ болсын. Алладан соны тілеймін. Болды ма? Туған күнімен құттықтаймын. Мен де Қуатқа бажам болам. Азат есім. Иә, бажа болам. Старший. Ал жарайды, Қуат. Саған зор денсаулық, бақыт тілеймін. Бала шаған қызын көр. Немере шөбере аман болып. Осылай. Той құтты болсын. Ай, рахмет. Болды ғой, я. Сөйледі ғой кісі. Осы кісі бастады ғой. Ал, естелікке суретке түсіп олайық. Әдемілеп. Конверт. Конверт болса беріп қойыңыздар. Бақыт дейтін кемеде біз болайықшы. Керемет тілектерін арнап берген құдаларға, қайнағалар, бажалар, балдыздарға, аямай шапалақты соғайықшы, болайықшы, болайықшы, аямай шапалақты соғайықшы дейді. Ал, көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсаң жанымнан, сені іздеп жаным сағынам. Көздерің нұрдан тараған, көңілім сені қалаған, көрінбей қалсаң жанымнан, сені іздеп жаным
биле, бит биле, бит биле. Кездестік біз сол кеште тойда, дедім бірден анамая, жүрмейді екен жүрекке айла, құдаша қыз маладая. Билеп шықтым ортаға қарай, құдашаға құшақ жая. Ей қарындас есімің қалай, дорогая, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Балқия қыз ерінің балдай, махаббатқа жүрегім мас. Бара жатыр тенеуім қалмай, алма мойын қиылған қас. Сені сүйсе Балқадишаны, сені сүйдім Балқия жан. Сыйға тарттым мен падишаны, танцуй, мадам. Есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Бұл Сәулеттің қызының атына бір керемет ән болсын. Жақсы адамдарым деген ағай. Назарды ортаға бұрайық. Ал, керем. Тірліктен іздеп келеміз пайда, қол созамыз көп, неге біз айға. Күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда. Береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда. Әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым.
адамдарың кем емессіңдер патшадан бәрің бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың жақсы адамдарым бақытты өмірдің басқа адамдарың тектілікпенен татулық дейтін керек болсын жаудас амалдарың жақсы адамдарым кем емессіңдер патшадан бәрің бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың жақсы адамдарың Қызына бір шабалақ соқып қойыңыздар, рахмет сізге. Міне, келіңіз, рахмет. Мә, бұны білгенде музыкантым айтқыза салатын ем ғой. Рахмет, ортаға той иелерін шақырайық шағайын. Қуат әкем мен Сәуле анама шабалақ бар ма? Келіңіздер, бәрекелді. Келіңіздер. Қуаныш құтты болсын. Настроениеңіз бәрі жақсы ма? Жақсы. Қуат әкеміз қайда? Қайда шығып кет? Үйде не деп шақырасыз негіз? Отағасы. Отағасы деп шақырады екен, бір шабалақ соқып қойық шағайын. Рахмет, құдай кеңші, не деген би, Елдос Сметов тренер сияқты шықтыңыз ғой, на жаққа кеңіз. Той құтты болсын, көке настроение бәрі жақсы ма? Тәубе. Дұрыс па? Әкеміздің осылай жарқырап жүрген ең бірінші Аллах тағала, содан кімнің арқасы? Содан кейінгі осы азаматтардың арқасы ғой. Азаматтар ғой, сіздің киіміңіз өтектеп киіндіріп жүрген, Кім? Азаматшалар ғой. Азаматша несі? Әйеліңіздің арқасы ғой. Осылай жарқырап жүргеніңіз, рахмет жан, отағасы деп отыр ғой сізді. Рахмет сізге. Қуаныш құтты болсын, әке. Негіз билейсіз ғой, Енді сіз бір уайымдап жүрген сияқтысыз негіз, әке, бірдеңені ше. Енді бетек, әке, бір арман жасап, бір айналып билеп қойдыңыз, халық бір шабалақ соқсын. Сіз 60-қа келді деп кім айтады, әке, жап-жассыз ғой, Аллаға шүкір, Алла күш қуат берсін. Бір әдемілеп билеп қойдыңыз, 10 жақтан өткенде 10 жақ шапалақ соғады. Сол жақтан өткенде сол жақ шапалақ соғады. Олай болса 60 жастың иесі Қуат әкеміз келеді, ағай. Көктемеді жетті күз келі, сарғайып тұр дала гүлдері, жүрегімде жатыр іздері, табарымды қайдан білмедім. Жүрегімде жатыр іздері, табарымды қайдан білмедім. Сағымсың ба сен, күн нұрынан аралғанбысың, таппадым сәулем, армандардан жаралғанбысың. Рахмет. Оқырана! Үйді күн адам мен? Жағаласың. Өзіңіз билеңіз, әке, өзіңіз билесеңіз. Ана кісілер поддержка ма? Жарайды, көке, жүріңіз. Ана жерден бастайсыз ба, обратно? Қос жана, сағымсың ба сен деген. Көктемеді жетті күз келі, сарғайып тұр дала гүлдері, жүрегімде жатыр іздері, табарымды қайдан білмедім. Жүрегімде жатыр іздері, табарымды қайдан білмедім. Сағымсың ба сен, күн нұрынан аралғанбысың, таппадым сәулем, армандардан жаралғанбысың. Қалай биледі көкеміз? Құдай көкеміз, не деген шапалақ, Алла разы болсын. Ал ана сізді көрейік. Сіз қуаныштысыз ба әкемнің 60-қа келген? Әрине қуан. Кеңіз. Құдай, сіз қимай жүрген сияқтысыз ғой 60-қа. Бір әдемілеп билеп қайтыңыз, арман жасап, Олай болса ортада анамызға бір шапалақ соғайық, Сәуле анамызға. Махаббаттың басылмаған, қызыл гүлдің ашылмаған, бар шындығын жасырмаған, қош жүрек ай қосылмаған. Мен оралып келем бүгін, саған татты сенем көңіл, сыйға берген
Нақсын 60 жасын жасап жүреміз қойдым сразу. Той құтты болсын, рахмет әке. Рахмет, билеп шыққандарыңыз рахмет. Жайғасың. Антракты басталған жоқ әлі. Анамыз қалай шықты? Рахмет. Көрдіңіз әке, анамызға қалай шапалақ соқты. Әйелді ешкім жеңбеген әке. Әйелді бір-ақ адам жеңген. Оның өзі жындыханада дейді қаз. Кеңіз. Нағыз той сіздердікі. Ағайын, жалпы қазақ елінің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев болса, бүгінгі тойдың президенті осы кісілер. Бүгін не айтады сол заң? Бүгін барлығымыз билейміз, дұрыс па әке? Ұл қыздар қайда? Келсінші ортаға. Қайда? Шақырайықшы. Ұл қыздар бәрін келіңіздер. Қызметте жүрген ұл қыздар қайда? Шақырыңызшы әке. Қалай шақырасыз? Я, балам бере тұрыңыз ар жаққа. Ала тұрыңызшы. Қайда? Ұлы қайда? Сіріне бәрі жақсы ма? Я. Қазір әкеміз бен анамызға дейін жастық шақты еске алып, балалық шағыңызды мектеп кезіңізде қайтып едіңіз ғой, қуанып. Сол сияқты анамыз бен әкеміздің жанына дейін билеп барасыз да, бетіне сүйесіз. Хорошо? Давай, қызына шабалақ бар ма? Кеттік ал. Қал. О! Қаншама жыл өтсе дағы, тыңдағың келеді тағы. Керек өзге бейден, бет тұрғаның ез. Бейі қалай ұнады ма әке? Жақсы, өте жақсы. Алын көре, кеттік. Құлай, на жігітке не қосамыз? Анан қосшы. Аллаға шүкір тірімін, бақыттылардың бірімін. Алла, мейірге шабалақ кеттік ал. О! Нағдыл ұлы әкесі дайырдым. Молодец, красавчик, бименен айырдым. Шіркін мынау қуаныш тойының құттықтауға келіп тұрған түрі. Ақ көйлек Мейір ма? Мен мейірімді болып шығама деп ойлағам ғой. Жас кезінде гаршоктан құлап ондай болған жоқ қой, бесікке бұлай ұрып алып қалсын. Рахмет, әкемнің қуанышы деп шаттанып отыр, бір шабалақ соқып қойыңыздар. Рахмет. Молодец, енді қызық болсын енді. Күйеу баласы қайда? Жұмыста ма? Келін қайда? Келін. Қайда? Қан, кеңіз. Жоқ, кеңіз. Кеңіз, құдай, күйеуіңіз мынандай, сізде сондай шығарсыз кеңіз. Үйде осылай жүре ма негіз бокса? Я, солай. Жаным, зарплата түсті, карточкадан шеше берді бейт. Көрейік жер, араман жасап кеңіз. Арам, жоқ кеңіз. Рахмет. Ойбай кеңіз, құдай кеңіздер жына жаққа. Күшті билейді екенсіз. Атыңыз кім? Әсем. Әсем келінін көрейікші. Ал қос. О! Қала биледі. Рахмет. Үндемеймін де жібереді екенсіз қызға. Күшті. Рахмет сізге. Шын. Баяғыда мамам айтып еді, балам үндемейтіндерден қорық деп. Осы отбасына бір шабалақ соқып қояқшы әдемілер. Молодец. Дұрыс, келіне рахмет. Ол қыздарына билеп жатқандарыңызға рахмет. Енді ана жерде сый-сияпаттар соны таратпаса рұқсат болса, иә? Енді маған ортаға әйеліммен келген ер азаматтар бар ма? Қорықпай шығатындар кім бар? Ширақ. Шиносы ша. Кел. Кім бұл? Бұл биле қайнағасы кем. Кімнің бапасы дейді. Тағы кім бар? Әке, кім бар біздің жақтан? Әйелімен келген ер азамат бар ма? Ширақ бір, жап-жас 68 жылғы кім бар? 8 жылға 64 жыл не? Ой, бар ма бір ширақ? Бүркіт пен Гүлзара деген бар осында. Бүркіт ағамыз. О, шабала қайда. Қалады тіл байланып ялғандай өзіңе. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде. Қалады тіл байланып ялғандай өзіңе. Кеңіздер. Тамаша, күшті. Ота қорғандарыңызға неше жыл болды әке?
Мына реверді алып тасташы. Ота құрғандарыңызға неше жыл болды? Ау. 34 жыл. Саған? 1 жыл. Жүре, 1 жыл ғой сенің. Билесеш кішкене. Сен дейді sana. Давай жібер, кеттік. Биле. Қалай биледі, тамаша, молодец. Тағы бар, әке, бар ма? Ширақ, тағы әйелімен келген. Әйелімен келген? Кім? Нұрәділ мен Дана бар. Нұрәли мен Дана, биле. Көке, күшті кеңіздер. Мына жаққа тұрағаңыздар. Әйеліңіз жанына, көке. Ой, жаным, екеуі клубника в шоколаде сияқты. Так, тағым бар. Мама бар ма біздің жақтан? Марат пен Дидар. Көрсемде талайды, ажарың арайлы, әмірім жүрмеген жүрегім қалайды. Кейде сен қаттысың, кейде тым тәттісің, мен сүйген аруға сен маған бақсың. Рахмет, Құдай, не деген би. На бала, сіздердің қолдарыңызда өскен жоқ па негізі? Сіздер сияқты билейді екен. Кім? Сіздер кім боласыздар? Көрші. Көршісі, рахмет. Көрші ақысы? Тәңірі. Тәңір ақысы. Қазір не дейді білесіздер ма? Көршімен күнің атады, көршімен күнің батады. Кейбір көршінің балалары бір-біріне ұқсап жатады дейді ғой. Тағы бар ма? Ширақ. Тағы керек па? Біреу. Әйелімен керек. Әйелімен керек па? Рымхан ағамен. О кісі билемейді, о кісіні білем ғой мен. Туысқандарым ғой. Бақытбек пен Айжан бар. Бақытбек пен Айжан. Айжан. Мұңды етерсің қимылыңмен әлде сен, жүрмекенсің әлде кімге жағынып ойпырмай. Тамаша кеңіздер, тамаша. Так, сіздер мына жаққа тұра тұрыңыздар, әке, ана жаққа. Сіздер мына жаққа тұра тұрыңыздар. Ал, бір ауыз таныса кетейік, алдыға бір қадам жасайық. Бауыры болып келем. Бауыры, ота құрғандарыңызға? 1 жыл. 1 жыл, Құдай берген? Құдай берген неше бұл? Алла нәсіп болсын, тамаша, сіздерге неше жыл? 30 жыл. Кім боласыздар? Көрші, туысқан, әріптес, құда. Кім болдыңыз сонымен? Жақсы, Құдай берген? 4. 4 баласы бар, бір шабалақ соқ қойық, 30 жыл. Тамаша, сіздерге 30 қанша дедіңіз? 34 жыл. Құдай берген? 6 баласы бар ағайын, бір шабалақ соқ қойық. Аллаға шүкір. Тамаша, сіздерге аға? 37 жыл болды. Құдай берген? 2. Тамаша, сіздер? Ассалаумалейкум. Біз көрші боламыз. 2 бала. Ота құрғандарыңыз? 42 жыл. 42 жыл, бір шабалақ соқ қойық. Енді былай болады, көп қинамаймыз ағайын. Біріншісі, көбісі қазақтың көп тойына барсаң, біреудің әйелімен, біреудің әжесімен, біреудің келінімен билетіп атады. Ондай болмайды. Әркім өз әйелімен билейді. Халал. Ең бірінші қазақтың биі, содан кейін әр ұлттың биі, үшіншісі мен атына подарка. Жылдам, кетіксіз бастайсыз аға. Қандай музыка? Любой ма? Любой ғой? Онда осыған билеңіздер. Жалғызымсың, жалғызыңмын, айарымсың. Любой дедің ғой, қайдан білен айтыр. Давай, қос бір жақсы секілдетін. Тамаша. Келіңіздер.
Құдай сіздер ешкім талмайтын сияқты ona жақтан басқа. Келесі көке өзіңіз көрсетіңізші, жас. Осын ма? Көк Жигулиді қосшы. Жібер. О! Жігіт қыздар жиналып алып, күнде думан ойын мен сауық, вечерлерге барған кездер, көк Жигули мініп алып, жалындаған жасымда, қайтпайды екен расында, ең алғашқы махаббат, 18 жасым. Қалай биледі? Тамаша, тамаша. Ал, көке келіңіз. Сіздерге қандай музыка? Қандай музыка білесіз? Қоя бер. Бір жақсы музыка қош. Балқия. О! Кездестік біз сол кеште тойда, дедім бірден анамая, жүрмейді екен жүрекке айла, Құда шағыз маладая, билеп шықтым ортаға қарай. Ай, рахмет. Қалай биледі? Тамаша. Рахмет, көке. Тәте, рахмет. Ал, көке. Келіңіздер. Сіздерге күшті музыка. Шудың бойы. Шудың бойынданы қос дейді. Кайфовать ет билейм дейді, о қос. О! Рахмет. Өз әйеліңізбен, көке. Қос. Бәріміңді құрмайды, сол күн өлді сәт, есімде қалмайды. Шудың бойында сені іздедім, бәрі ойында. Рахмет, қалай биледі? Тамаша. Ал, келіңіздер. Құдай, сіздер бір газетте ребус шешетін сияқтысыздар негізі. Сіздерге қандай музыка қосайын? Қандай? Вальс? Құдай, 40 жылғы махаббат. Вальс қос, вальс. Қалай береді, рахмет, көңіл. Кеңіздер, болды. Енді бір рет билейсіздер, болды, одан билеймейсіздер. Келесі. Кел. Сан қандай өзбек, лезгинка, цыган бар, твист бар, қара жорға дейді. Қос давай, қара жорға. Жібер. О, бәрекелді. Ой, бір жігіттер. Сіз қашан бастайын деп отырсыз? Болды ма уже? Жарайды. Келіңіз, көке. Сіздерге білем қандай музыка келеді, көке, жүріңіз. Адан қосшы. 1, 2, 3, 4, 5. I'm gonna tell her Mary about
John. He sings the blues, but he has a lot of fun, oh baby. Yeah, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, Long Tall Sally has a lot in the ball. Nobody cares if she's a long and tall, oh baby. Бірдеңе жетіспей жүр қойдың мына кісіге. Рахмет көке, рахмет. Тамаша әдемі. Ал келіңіздер, сіздерге қандай? Өзбек, лезгинка, цыган. Sen meni nozli gülüm, gözümge bakmay otasam yondurib oshiq dilim. Solgan umid bilib borar bosam yoningga. Қалай береді көкеміз? Тамаша. Келіңіздер. Бәрі сіздерді тосып отыр негізі. Индийский көрейікші жүріңіз. Жоқ, уайымдамаңыз. Санау апамыздың артынан тығылып қалыңыз. Сіз шығасыз көке. Ага. О-хо-хо-хо. Дейтін жері бар сосын. Сіз тығылыңыз, ана кісіні іздейсіз ғой, сіз анда-санда шығып қойыңыз, я тут деп. Давай кеттік ал. О! Кәке, өз шығады о кісі, өз шығады. Жүріңіз, сіз шығасыз енді. Мына жаққа келіңіз. Сіз мына жаққа келіңіз. Сіз сразу шықтыңыз ғой. Көрсетсем кез, примерно. Көрсетейін сізге. Былай істайсыз. Рахмет. Түсініңіз ғой? Шабала қайда, поддержка. О! Тамаша. Суретті қарамайды. Қандай музыка білесіз? Өзбек, лезгинка, цыган, қара жорға, индийский бар. Қайсысы? Цыган,
келеді. Тамаша. Рахмет. Болды. Билет дейміз. Болды. Кел, братан. Билемейсің. Болды. Терлемейсің. Билемейсіздер, кеттік. Мына жерге тұра қалыңыз. 30 секунд уақыт беремін, братан. Әйеліңді еркелетесің ғой. Негізіне де еркелетесіз. Жұбайым. Ал 30 секунд. Құдай қосқан қосағым, Алланың берген аманаты деп қаршы. Құдай қосқан қосағым, Алланың аманаты, маған берген бағым. Кішкене жақын. Болашақ балаларымның анасы, біздің үйдің асылда сымбатты келіні, менің сүйікті жарым. Мен сені жақсы көрем. Жақсы көрем. Бір шабалақ соқып қойық, әдемі. Маңдайына бір сүйіп қойыңыз. Тамаша, келіңіз. Ал, көке. Келіңіз. Көрейік ал. Не деп айтуға білмеймін, енді өзіңіз көресіз ғой. Менің жаным, жапырағым. Құдай, жапырақ. Балалардың мамасы. Маған емес, әйеліңізге қарап айтыңыз. Это. Барлықтарыңызға жақсы болсын. Мен сені жақсы көрем. Болды, рахмет. Бүкіл бәрін жақсы көреді, көкем жүреген екен. Маңдайынан бір сүйіп қойыңыз, тамаша. Ал, көке келіңіз. Ал, көкем. Сіз енді сандықтан алып шығасыздар сөздерді. Көрейік ал. Кемпірім деп айта беріңіз, өзіңіз білесіз ғой, көке. Ай, кемпір. Болды? Болды ма? Тамаша бір шабалақ соқып қойық, әдемі көке. Қандай бақыт сені сүю. Ал, келіңіз. Құдай, көкем өлтіретін сияқты ғой. Агушам деп айта бересіз ғой. Ал, айт, көке, айтыңыз. Ай, хатуня, ты моя хатуня. Осы еркелетесіз, ты моя хатуня дейді. Бір шабалақ соқып қойыңыздар. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді. Ал, көке, келіңіз. Жай еркелетесіз ғой. Құдай берген қосағым, Алланың берген аманаты. Жоқ, Құдай берген қосағым емес. Апасы деймін енді. Апасы деймін, мамасы деймін. Жақсы көреді айтатын сөздерім осы мен. Шабалақ соқып қойық, әдемі. Қандай бақыт сені сүю. Қандай бақыт сені. Рахмет. Ойын қатысқан аға жеңгелерімізге рахмет. Енді рұқсат болса бір қызық болсын. Қуат әкемізді көрейік шыққан, қалай еркелететін жүріңіз. Сізді көрейік, көке. Келіңіз ана. Көрейік ал. Жаным, күнім, балым меніңді. Әрге әйтпей қойын, елдің бәрі беске өшірін. Болды ма? Мен сені жақсы көремін. Жақсы көрем дейді. Тамаша бір шабалақ соқып қойыңыздар. Сені ғана аялап құшқым келеді. Құшағында бақтым ұшқым келеді. Рахмет. Рахмет. Ағалар, жеңгелер, Алла разы болсын. Енді мен асаба бала шығарып ап, мазақ қылып жатыр демеңіздер, ағай. Бағана айтып өткенде қазақтың тойына барасың, біреудің әйелімен билетеді, біреудің әжесімен, біреудің елін түсіп жатқан келінмен билетіп, бір отбасының бұзылуына себепші болып жатады. Мен сіздерге ондай махаббат тілемеймін. Осындай аға жеңгелеріміздің арқасында осындай кішкентай бүлдіршіндер дүниеге келіп жатыр. Сіздерге Мұхаммед саллаллаху уассалам пайғамбарымыз бен Хадиша анамыздың махаббатын берсін. Аман болыңыздар. Бір шабалақ соқып қойық, сый сияпат. Бір сыйлық. Рахмет. Одан кейін міне көкемізге мынандай тамаша сыйлық. Алла разы болсын. Жайғаса беріңіздер. Көкемізге жақсы шыққандарыңызға рахмет. Осындай шайнек берейін. Жайғаса беріңіздер. Ой, Құдай, нақсыге бір. Нормально ма? Құтты болсын. Болды ма? Құтты болсын деді.
Ойынға атсалысқан аға жеңгелерімізге бір шапалақ соқып қойыңыздар, рахмет. Ортадан Ақтоғайдың баласы, асаба баласы екен деп билеп жатыр деп сөкпеңіздер. Осы қуаныштан кейін мені жек көріп кетпеңіздер. Той иесі Қуат әкем мен Сәуле анамның құрметіне бір шапалақ төксеңіздер, нұр үстіне нұр болады ағайын. Рахмет. Енді рұқсат болса, тілегіміз әрмен қарай жалғастырайық. Ортаға нардай нағашылар қауымын шақырайын. Сіздердің рұқсаттарыңызбен ортаға Қанат, Мақпал, Саят, Шолпан, Ардақ, Назира, Қабдиман, Шарипа дейді. Ал, нағашылар қауым билеп-билеп келіңіз ортаға. Тоқты бас, барекел. Нарам, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой. Салам, әнге салам, мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені, күнде әндер айтам. Болды ма? Нағашылар шықты қоя. Нағашы деген сіз қауым. Алдыға шығайықшы. Біреудің баласы бастық, депутат боп, министр боп атса айтамыз, ай, осы нағашысына тартқан деп. Егерде сол бала тағы да бірдеңе бүлдіріп, тепкілеп, тұмсығын бұзып атса, тағы да айтамыз, ай, осы нағашысына тартқан деп. Осы ыстық нағашылар қауымына тілек берейік. Ал, кімнен бастаймыз? Болсын, жеңге екеңіз бір жастықта қартайып, тек жақсылық немере сүйе беріңіздер, бар жақсылық болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Жиен, нағашы жиен деп шақырып жатыр ғой. Жиеннің жақындығын ел біледі, бұл қауымның ерекше белгілері. Ұнағанын алады сұрамай-ақ, назы қатты десе де кең жүрегі деп, бүгін кең жүректе Қуат ағамның туған күні болып жатыр. Қуат ағамды өзі нағашы жиен дегенде осы шақырғаннан кейін ғана білгенде сондай сезініп жатырмыз. Негізі өзіміз бір үйде өскеннен кейін бір үйдің баласындай, туған ағамыздай көреміз. Мына мерейлі 60 жасыңыз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын, мақсаттарыңызға жетіп, мына немере шөберелердің қызығын көріп, қуаныштан қуанышқа жетіп жүре беріңіздер. Әрқашанда сіз бізге қандай тілек тілесеңіз, біз де сізге сондай тілектеміз. Жүрегіміз ақ, сол әрқашанда тек жақсылық болсын, мақсаттарыңызға, армандарыңызға жете беріңіз. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. Негізі мен нағашы деп шығып тұрмын ғой, бірақ Қуатжан ағаның баласы болам мен. Осы университет жолдарында 4 жыл Каргуда оқыған кезде осы Қуатжан ағам өз қолына алып мені 4 жыл бағып, қағып, балмұздақ кезімнен бастап тәрбиелеп, өзіндей шыңдаған енді. Сол үйден әкейлер келмеді, сондықтан өз әкеңнің тойына өзің барып қайт деді да мен жіберді ауылдан. Енді мынау барша туысқандар жинап аға той жасап жатыр ғой, осылай бала шағаларының қызығын көре берсін енді. Осы туыстарға бір мынандай бір өлең жолдары ойыма келіп тұр осы бір сәтте. Орны бөлек өмірде туысқанның ең ғажап күн солармен ұғысқан күн. Қиын сәтте сен үшін жігерленіп, туысқандай қолына туыстар күм дейді. Сыйластықпен әркімнің қалар аты, тек сол ғана жалғанның ғаламаты. Туысқанмен тату бол деген бір сөз, Қуатжан ағамның мәңгілік аманаты дейді. Осы Қуатжан ағамның енді Апатайдың несі, жаңа Апатайдың бауырымыз ғой біз енді. Сол Қуатжан ағам өзіме қатты жақын, әкемдей жаңағы айтқандай. Әке, асқар тау болып жүре беріңіз, көре беріңіз әлі де талайларды. Енді Алланың назарында, бақыттың базарында отбасыңызда аманшылық болсын, деніңіз сау болсын, әрдайым осындай той болсын, ең жаман дастарханыңыз осы болсын. Әңгімен ағайын қояйықшы, бері бастағайын бұрайықшы. Керемет өлең жұмақтарын арнап берген нағашысына бір шапалақ ұрайықшы. Болды ма? Болды ғой. Естелік әдемілеп суретке түсіп алыңыздар. Ал құрметті ағайын, қадірлі меймандар, бүгін Қуат әкемнің қуанышы деп алдарыңызға бір керемет сый-сияпат дайындаған жөні бар. Той басталды дегенде той басталды. Қазағымның салты жайлы бой тасталды. Олай болса орта қалдырайық той бастарды. Осында отырған барша қазақтың шаңырағында дүбірлеген той болсын деген ниетте, жұғысты болсын деген ниетте той бастарды алдыруға рұқсат етіңіздер. Той құтты болсын ағайын. Тарқатқанда менің айтқан кімді, мәжілісте байтала еліне, көңілі құрғырай мастанып, бір жүре беріп бір жігіттер, ұядайдың да берген ай желіне.
Рахмет. Ал, құрметті ағайын, қадірлі меймандар, той баршаларыңызға жұғысты болсын. Той Тәңірдің берген қазынасы, бізді Тәңірден басқа ешкім айыра алмайды ағайын. Енді осында отырған әудемейтін қазақ жоқ дейді. Той бастардан мен ашқан халықпыз. Әрбір дастарханның басына барып ән сұрамай, өзіміздің тарапымыздан бір керемет ән болсын. Осында отырған барша ағайындар шыны керек. Ауылда өстік қой. Ата әжеміздің құрт майын жеп, сары майын жеп, ыстық бауырсағын жеп, пештің түбінде жатып кешкісін анамыздың аламан күрең шайын күтіп жататын ек ағайын. Аттың үстіне шығып қойда бақтық қой. Енді ауылға деген бір саяхат жасақ қайтайық. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді ағайын. Барша ауыл азаматтардың құрметіне той құтты болсын ағайын. Ауылға сағыныш әні. Жетенен еріп шалғанның қалаға жедел жетіп біз, артынан жүріп арманын ауылдан шығып кетіп біз. Арайын төгіп аспанын араласымда жер-жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. Арайын төгіп аспанын араласымда жер-жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. Қонатын гүлдің бетіне түнгі аспаныңды сағындым, түнейтін соның шетіне құрдастарымды сағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің жанын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің жанын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Әнімнің биін тапқандай, қамысың гүлдің сағындым. Шын берген ақын айтқандай, дауысың төлдің сағындым. Ауылдан көшсең көшкербен, қалада өрлеп өсмейлі. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Ауылдан көшсең көшкербен, қалада өрлеп өсмейлі. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Ай, рахмет. Білетіндер бар ма? Қосылып айтайықшы, ауылға деген сағынышты басайық. Ауылдан көшсең көшкербен, қалада өрлеп өсмейлі. Ауылдан адам, адамнан ауыл көшпейді. Ауылдан көшсең көшкербен, қалада өрлеп өсмейлі. Ауылдан адам көшкенмен, ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді дейді. Ай, рахмет. Аман болыңыздар. Ортаға шығып билейтін боласыздар. Ортаға бірінші дастарханды қорытындылайтын күйеу балалары, қарындастары, бауырлары, жиендерін шақыруға рұқсат етіңіздер. Ербол, Сагүл, Рахметолла, Ботагөз, Абусейіт, Бейнегүл,
Дәулет, Әлия, Әли, Назгүл, Олжас, Жаслан, Салтанат, Қайрат, Бақытгүл, Болат, Рыскүл, Ернат, Ержан, Әсел, Айдын, Жазира, Шалқар, Айжан, Нұрлан, Перизат, Ернұр, Гүлназ, Нұрасыл, Назерке, Динара, Ринат, Ажар, Жұлдызай, Сағи, Мереберт, Дулат, Жадыра, Ерғанат, Құралай, Шура, Зура, бітті ура дейді. Көркіңнен көзді алмай қалдым, күлкіңе кәусар қанбай қалдым. Азайып тыныш жүректегі ғажайып сұлу әнге айналдым. Болды ғой, я, барлығы шықты ма? Я, айыпқа бұйырмаңыздар, тамада бала қақсай берді деп. Бір қадам жасасаңыздар, микрофон шиқылдайды. Ассалаумағалейкум, қадірменді қауым. Енді бүгін Қарағанды шаһарында үлкен той болып жатыр. О тойдың куәгері Қуатжан қайнағамыз 60-қа келіп жатыр. Ал Қуатжан, өмір жасың ұзақ болсын, денсаулығың мықты берсін. Алланың берген жасын жасап, арамызда ойнап күліп жүре бер. Соңынан ерген балапандарың қызығын көріп Сәукен екеуің арамызда жүре беріңдер. Бізге жұғысты болсын. Ал бүгінгі тойдың төрінде отырған құрметті қонақтар, қадамдарыңыз құтты болсын. Әрине тойдың иесі мына менің ағам Қуатжан бүгін мерейлі 60 жасқа толып отыр екен. Осы мерейлі тойы құтты болсын. Сәуле екеуі осылай өмірдің қызық қуанышын бірге көріп, ортамызда бір әулеттің тірегі болып, бәріміздің арқа сүйер азаматымыз болып, осы өмірде тек қана қызық қуаныш көріп жүре берсін. Мерейлі тойдан тойға жете берсін. Артынан ерген бала-шағалары, бауырлары, мына кеп тұрған туған туысқандары осындай қызық қуанышқа келейік. Тек қана осы қауым тек тойға жиналсын. Құрметті той сүйер қауым, бүгін нағашым Қуаттың 60 жасқа толған мерей тойы болып жатыр. Сәуле жеңгей, сіздерді осы мерей тойларыңызбен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз зор болсын, бала-шағаларыңыздың қызығын, немерелердің қызығына тоймай жүре беріңіздер. Жоғарда отырған Күлмәш тәтеміздің денсаулығы зор болсын. Сіздерді солардың тәтенің арқасында әрқашанда жас болып жүре беріңіздер. Осылай тойды ұйымдастырып жатқан сіздің қарындастарыңызға, бауырларыңызға, күйеу-балаларыңыздың барлығына рахмет. Жиендерге, сіздерге осындай тамаша той ұйымдастырып жатқан қауымға көп рахмет. Сіздерге осы немді қабыл алыңыздар. Құрметті қалайық бүгінгі тойға жиналған қауым. Аға, бүгінгі 60 жасың құтты болсын, деңіз сау болсын, өмір жатыңыз ұзақ болсын. Әулетіміздің, қазір үлкен өзіңізсіз ғой, әкеміздің орнында. Енді Асқар Тау әкелі бүгінгі 60 жасқа келіп жатсыз. Тек жақсылық тілеймін сізге. Сәуле жеңгемде жатқан жер жайлы болсын. Осыдан 10 жыл өтіп кеткен екен. 50 жасың жасы кетіп еді. Бүгін ол кісінің жатқан жер жайлы, топырақ торқа болсын. Бүгін жаныңызда тағы бір сәулеңіз бар. Жақсылық болсын, қуаныш болсын, той болсын, тек жақсылық тойда кезіп жүре берейік. Аға, бүгінгі мерейлі 60 жасыңыз құтты болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға бақыт тілеймін. Сәуле көке екеуіңіз бір жастықта әдемі қартайып жүре беріңіз, аман болыңыз. Немерелеріңіз көбейе берсін. Шөберенің қолынан су ішіңіз, немененің қолынан май жалаңыз. Аллам денсаулық берсін, туған туыс бауырларыңыз түгел аман болсын. Қуат нағашы, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Жасыңыз ұзақ болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Бала-шағаң қызын көріңіз. Достарыңыз көп болсын, дұшпандарыңыз жоқ болсын. Осындай той көп болсын, үлкендеріміз аман болсын. Немере, шөбере, немене сүйіңіздер, Сәуле екеңіз. Әрқашан тойда осылай кездесіп жүре берейік. Той-тойға ұлассын. Қуатжан, келіп жеткен 60 жасыңыз құтты болсын. Тек қана қызық қуаныш бола берсін.
енді Сәуле екеуіңіз жақсы өмірге қадам басып, жақсы нетіп жатсыздар. Бәрі тек жақсылық болсын, тек қыз қуаныш бала берсін. Туған күніңіз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Балаларыңыз, немерелеріңіздің ортасында осылай күліп, ойнап жүре беріңіздер. Енді нағашыларыммен алтын ғой. Шын, нағашыларымның бәрі жақсы. Жүректері ашық, ақ көңіл. Бұл әулетке келіп жатқан келін де, күйеу бала да бақытты. Өйткені өте жақсы адамдар. Өзім осы ортада өскеде қуанам. Нағыз менің бақытты балалық шағымның куәгерлері, өздерім соны сыйлаған бақытты балалық шақты нағашыларым. Сондықтан бұл кісілерге тек қана тілейтін жақсылық. Аға, ең бастысы өзіңіз аман болыңыз, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сіздердің қуаныштарыңызда осы жинала берейік, үлкен тойлар көп болсын, ортайымыз азаймасын, тек қана көбейе берейік. Осында қуанышты тойларға жинала беруге жазсын. Ал көке, бір ауыз тілек. Той құтты болсын, тойшыл қауым. Қуатжан аға, анау мерейлі тойыңыз құтты болсын, жасыңыз ұзақ, денсаулығыңыз мықты болсын. Әрқашан ортамызда ұстап ойнап күліп жүре беріңіз, бала шағаның қызығын көріңіз. Тағы да той құтты болсын. Рахмет. Болды ма? Сіздің атынан айтайықта, микрофоннан кішкене. Өзіңіз айтасыз ба? Ағамызға міне жағалы куртка сыйлап жатыр аға. Бәрекелді. Құтты болсын. Как раз размеріңіз деген. Ал. Құрметті тойға жиналған қауым, құрметті қонақтар, бүгін міне біздің Асқар Тау ағамыз, өзіміздің әкеміздің орындағы қара шаңырағымыздың иесі, әкеміздің орнымызда әкедей болған Қуат ағамыздың бұныңки 60 жас мерейтойы. 60 деген енді сондай көп емес, 60 деген тал түс екен. Біз енді 60 деп оны кәріге санаймыз. Бірақ ешқашында көңіліңіз кәртеймесін. Ортамызда өстіп жап-жас болып жүре беріңіз. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Осы қара шаңырағымыздың түтінін түтетіп, анамыздың жанында біздің тілеуімізді тілейтін қамқоршымыз болып жүре беріңіздер. Мінекей Қуатжан анда-санда мен жездеде ойнайтын, бұрынғы Сәуле менің қайнапам болған. Соны жездеде ойнап алушым, қазір екінші Сәулеге келгеннен кейін енді жеңгем екеуіне бақыт тілеймін. Осы құрған шаңырақтары мәңгілік болсын, махаббаттары ешқашан ескірмесін. Соңынан ерген ұрпақтары, балаларына Алла ұзақ ғұмыр берсін. Өсіп, өніп жатыр, Аллаға шүкір. Өстіп көбейе берейік, өсе берсін. Осы бүгін айтылған ақ тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Әр 100 жасын тойлайық, ұзақ ғұмырлы болсын. Керген әрқайсыңыздың қадамдарыңызға берген ақ тілеу баталарыңыз қабыл болсын. Әр күніміз осындай қызық қуаныштан айырмасын. Бәріміз аман болайық. Осы тілегім қабыл болсын. Орамал том болмайды, жол болады деп жаңа бауырларының атынан біз ат мінгізіп жатырмыз. Және де жаңа бір арқасына тон, міне жеңгеме шапан жабайын. Қабыл болсын. Той қыласын. Ай, рахмет. Рахмет. Айым бекен ай, күнім бекен ай, шапалақты соқпайтын кімнің тойы екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай. Рахмет. Құтты болсын, қуанышқа қуанып отырайық. Біреудің қуанышына қуанған адамға Аллах тағала екі еселеп береді дейді. Бүгін әкемнің қуанышына қуанып шаттанып отырыңыздар. Әке, Аллаға шүкір, сіз бақыттысыз. Аллаға шүкір. Төрде анаңыз отыр. Сіздің 60 жас қуанышыңызды тойлап, ана қуанышыңыз құтты болсын. Нағыз қуаныш осы кісінікі. Сіз 60-ға келіңіз, 70-100-ге келіңіз, анамыз аман жүргенде сіз әрқашан сәби болып жүресіз. Төрде отырған ана жайнамазда жарқыраған ақ жаулығыңыз ешқашан кірлемесін. Алладан сіздің ғұмырыңызды ұзақ қылуды тіледім. Бұйырса ұлыңыздың 70-80, 90-100 жасын тойлағанда әрқашан осылай ақ батаңызды беріп, төрде отыруды Алладан тіледім. Аман болыңыз, рахмет. Болды ма?
естелікке суретке түсіп алайық. Рахмет. Қой тұрыңыз. Тұра беріңіздер. Шықшы, братан, сен көрінбей жатсың. Кел. Шығып тұршы, кел. Бойы кішкентайларды алдыға шығарайықшы. Оларды да Құдай жаратты ғой. Суретке түсіп алыңыздар. Рахмет. Алла разы болсын. Баталып алайық, сосын билейсіздер, ренжімеңіздер, айыпқа бұйырмаңыздар. Келіңіздер, жайғасып алыңыздар. Рахмет сіздерге. Жаңа келген қайда? Сізге рахмет. Анамызға гүл апарып бергеніңізге рахмет. Ана, дүние деген шіркін қалады ғой барлығы. Главный, ғұмырыңыз созбасыншы ана. Аман болыңызшы. Енді рұқсат болса, бірінші дастархан басына баталып алайық. Батамен күнді атырып, батамен кешті батырған мұсылманның ұрпағымыз ғой, әке. Шақырайын онда. Әріптестерін ортаға шақырайық. Содан кейін батаға ерамыз. Әкеміздің сұрауы бойынша. Барша әріптестерға аттарыңыз атап түстеріңіз түсеме, барша коллектив әкемнің әріптестерін ортаға береде шақырамыз, жақсылар. Пара кел. Жібер. Бұл шаһарда бір сұлу бар. Ештеңе жоқ, ерке гүл бар. Сөздер айтсаң сұлуға, маған қарап күлім қаған. Сен менің жүрегімді иелеп алған, сен мағынмассың, сен бағынмассың. Қап-қара көздер айтылған. Нақсіздер кім болады? Нақсіздер де сіздердің әріптестеріңізі? Или анамыздың әріптесі ме? Сіздің әріптестеріңізі? Той құтты болсын. Міне бүгін мынау Каргудың үлкен ошағында қара шаңырақта бір жақсы той болып отыр. Енді Қуатбек бұл Каргуда істегеніне 25 жылдай уақыт болды міне. Сондықтан бұл Қуатбек деген үлкен азамат, сыйлы, еңбекқор, сондай азамат. Біз Қуатбекті жақсы бағалаймыз. Өйткені мынау бұл Қуат, біз өз Қуатбек деп еркелетіп жүреміз. Бегін қосып қоямыз, соң кейін ғой Қуат негізі. Сондықтан міне Қуатбек, міне сен бақытты азаматсың. Өйткені мен ол айтуға толық правам бар. Міне ортамызда үлкен шешеміз отыр. Шешесі бардылар, әрқашан қартаймайды. Мен ойлап отырмын, сен 60 емес, сен бір 20-ға жаңа толып отқандай бір азамат болып отырсың. Бағадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Пештерін құлағына салынсын. Міне Қуатбек, үйіңде үлкен той болсын. Осы сәуле екеулерің немере шөбере сүйе беріңдер. Осы Алланың берген жасына келіңдер. Осы жұлдыздарың жарқырай берсін. Осы ортамызда сыйлы болып, азамат болып жүре бер. Құрметті тойшы қауым, ассалаумағалейкум. Қуат, мерейтойың құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Міне қаншама адам осы жиналып отыр. Бөтен адам жоқ, туыс, жекжат деген біз әріптестер. Енді айтатыным, Қуат, мынау сенің тойың емес, мынау шешейдің тойы. Шын айтқанда, шешеміз аман болсын. Ауырмай сырқамай осы дастарханның басында шешей отыра беріңіз. Аманшылық, осындай баланы дүниеге әкеліп, біз де өте қуаныштымыз. Аманшылық, денсаулық болсын, бәрі де жақсы болсын. Аман есен, тойға той ұласа берсін. Енді 5 жыл өтсін, 65-ді тойлайық, 70-ді тойлайық. Осылай тойда, сенің тойында жүре берейік. Аман есен. Құрметті қауым, мына бүгін Қуатжанның 60 жасын тойлап жатырмыз. Мына Қуат, осы Каргуде 25 жыл істейміз. Міне 20 жыл Қуатты танайын. Мына Қуат, сенің мына өлең жолдары өзің арналады. Енді оқып бермесем, кішкене ұмытып қалам сөздерін. 60 жас мерейтойың құтты болсын. Дос жарым мен әрқашан орта толсын. 70, 80, 90 мен 100-ге жетіп, басыңызға қызырдың бағы қонсын. Аңқылдап қуана бер ақтарылып, басыңа жарқыра берсін. Бақтар күліп, әке болдың асқар тау тұғырында.
ата бол, 60 жаста атқа мініп, немерең көптен озып бәйге алғанда, шөберең аспандағы айды алғанда, тағы да дүркіретіп той жасарсың, өзіңіз абыз жанға айналғанда. Құрдасыма осындай өлең жолдарын жолдап жатырмыз. Енді әріптесіміз ғой, бірге істеп жүрміз Каргудың шаңырағында. Әкемнің бұйырса 70 жасына тағы да келейінші, өлеңін арнап берген тәтемізге подарканы берейінші ағай. Қуатбек бауырымызға асына бір ат мінгіземіз, коллектив атына. Беу, үшінші ат болды, Аллаға шүкір. Міне, көкем нағыз ер азамат екен ағай. Рахмет. Көкем бағана төрде отырғанда, осы кісі үшінші атын мен атымнан болады деген. Бір шабалақсы қойықшы, рахмет аға. Алла разы болсын. Айтты, істеді. Содан кейін сіз қол көтердіңіз, ешкі беремін деп. Ал, кім сөйлейді? Сөйледіңіз ба көке? Рахмет, Асаба әнім. Ұсынып атқаннан кейін сөйлейім деген нем жоқ еді, бірақ бұйырған ғой деймін. Қалай құрметті қауым, мынау бүгін той Қазақстанда бәріміздің тойымыз. Менің Қуатбекке жақынмын деген жігіттердің, азаматтардың тойы. Осы Қуатбек істеген еңбек еткен 25 жылында Каргуда өзінің ерен еңбегімен мамандықты терең игергенімен, терең жақсы игергенімен, жолдастарға жарқын көңілімен, мінезімен, үлкенге іні болып, кішіге аға болып, білгенін үйретіп, күні түні жарғақбасы жастыққа тимей, қайда жұмсаса сонда тыңғылықты істеп, өзі халықтың, әріптестердің сыйына бөленген азамат. Осы отырған жастар болса, қақаңның жолын берсін деп, үлкендер болса, осы қақаңның тілеуін тілеп, осы отбасына, Қуатбекке, оның аяулы жарына, бала шағасы, немере шөбересіне, жақын жақабай туыстарына осындай той болсын деп тілеймін. Құрметті Асаба әнім, ылғи жақсылықта, жақсы жерлерде осындай бәріміздің көңілімізді көркейтіп, масаттандырып, билетіп, ылғи жақсылықта жүріп, мерейің өсе берсін деп тілеймін. Осындай той әр қазақтың үйінде болсын, Каргудың той жасасын деп айтқым келеді. Рахмет, Ақбатаңызға рахмет аға. Бүгін тойды қалай жүргізіп жатырмын? Асабада керемет жүргізіп жатыр, халықта жақсы үлес қосып жатыр. Болды ғой, бір сыйлық қой көке. Тойдан тобықтай сыйлық. Болды ма? Болды ғой, суретке түсіп аңыздар енді, әдемілеп. Жаным, жаным, менің жақын адамым сен. Болды, рахмет. Келіңіздер, баталы болайық, содан билейсіздер әдемілеп, айыпқа бұйырмаңыздар, рахмет. Әмин. Дастарханға байлық берсін, дендеріне саулық берсін, әмше қызық қуаныш бола берсін. Түндері тыныш болсын, үйлеріне ұрыс болсын. Әр қашанда үйінде қызық қуаныш болсын. Әмин. Әмин. Ағай, жалмауызға да жан керек дейді. Бізде бірдеңе жеп алайық. Екінші дастархан басында кездескенше, ешкім қайт кетпесін. Той иелерінің алып болған керемет сый-сияпаттары бар, соны баршаларыңызға үлестіретін боламыз ағай. Ал екінші дастарханда кездескенше, сіздер үшін би алаңын қыздыратын DJ Олеся.